Сәлем достар, бүгін төркіндегі үшінші күн туысқандардың үйіне тамаққа шақырған болатын, амандасып шығайық деп. Мама барлығымыз жаяу шықтық. Біздің қалада Приозерск қаласына барлығы жақын ғой. Мынау біздің 60 жылдық мектеп болатын. Кезінде осы жақта оқығанмын, 9 жылдай. Қала деген кәдімгідей Приозерск қаласы өзгеріп кеткен ғой. Бұрынғы осы жерден жаңағыдай қыз кезіміз, балалық шағымыздың барлығы осы қалада өтті ғой. Мынау енді біздің юбилейный центр жақ, концерт, анау-мынау болатын жер ғой. Күшті өзгерістер. Мына жерде Томи деген көк бетіне шабылып тұр ғой. Алдап сөйтіп кіргіздік, енді білмеймін, тырысып қалады, тырыспайтын жерде. Сөйтіп кодпен осындай есіктерін де барлығын өзгерткен ғой, күшті бол. Сонымен үйге келдік. Бұл жер енді біздің папамыздың ағасының үйі. Әжем деген осындай тамаққа күштілеп тұрып шақырды. Келін бала күшті дүмбілема жасап қойыпты, дастарханды жайнатып. Мен мына жерде өзімнің красотама тоймай бүйтіп тұрмын ғой. Айнада үлкен айна жоқ, үйде өйстіп түсетінше. Сөйтіп әңгімені айтып жатырмыз, мына жерде ананы мынаны бұрынғы кездерше күшті бол. Тамирис мына жерде дома болып ұйықтап жатыр. Аяшканың махаббаты ашылып әпкесіне. Томи келе сала қырса бола мына үй. Сөйтіп тамақ шай ішіп болып шығып, жеңгеміздің үйіне келдік. Сөйтіп шешеміздің үйіне келіп, осы жерге де қонаққа ет асып шақырған болатын кешкеге. Әжеміздің үйіне обедке, кешкеге жеңгеміздің үйіне келдік. Неке келін алған болатын жазда. Тойына енді мен бара алмадым. Үйдегі отбасымыздың жағдайына байланысты сөйтіп күштілеп тамақты жеп алдық, етті. Қазақ деген асқазаны қазақтың бәрі сыйып кете береді. Осы шай да ішіп жатырмыз, сок та ішіп жатырмыз. Сонымен жеңше осындай күшті, қажекеймен орамал тақты, тойдан сарқат, сен де осындай келін ал деп ше. Мен деп жатырмын ғой, бұйырса бізде келін алып қолымыз ұзарсын деп. Құдай қаласа. Сосын жаңағыдай көшеге шығып қайтайық деді. Бізде не бар, стадион дегенше, самолет жақ. Үнемі қонақтар келсе де сол жаққа қыдырамыз да, күшті жер, енді көлдің жаны. Негізі осы жер стадион деп аталатын. Қараңыздаршы, қандай қылып өзгертіп жүргенде, күшті жолдардың барлығын таптаза, жан жағында отыратындар болатын. Бұрында ше сынық, оның бәрін алып тастап поля қылып қойған ғой. Футбол ойнағанға ыңғайлы да. Мына жермен сөйтіп барлығымыз кетіп бара жатырмыз. Жаңбыр себелеп, мына жерден кәдімгідей тоңып қатып қалдық қой. Суық болса да келдік, мына жаққа суретке түсейік деп ше. Самолет деп осыны айтамыз, самолет жаққа барып қайтайық деп. Күшті жер екен. Бүгін енді контент бір күшті видеолар түсірем ба деп оған күн суытып кетті. Сонымен үлгере алмай суретке түсіп қайттық. Осылай жан-жақтан кішкене видеоға түсірдім. Көлді қараңыздаршы, көлге қарасам кәдімгідей жаным тынышталып, рахаттанып қалам ғой, демалып ше. Сол біраз видео түсірдік. Мына жерде қызыма сотканы беріп қойдым, бір-екі видео түсіріп алайын деп ше. Тағы да адамдар келіп жатыр ғой. Бізде қонақтар келсе обязательно осы көлге әкелеміз, себебі экскурсия әдемі көрінеді да. Мына жерде кательмен адамдар жүр, қараңыздаршы қандай әдемі көрінсе. Кешкісін сол нағашы әпкем тамаққа шақырған, мантыға. Сол жаққа барамыз қазір. Таксиді шақырып қойды, қыздар тас теріп жүр мына жерде. Сөйтіп мінекей әпкемнің де үйіне келдік. Манты мен мороженое заказ бергенбіз. Күшлеп тұр, майлығып мантысын жасап қойыпты. Бүгін асқазаны ренжеп жатқан шығар, кәдімгідей асқазаным ауырып отыр. Мына жерде сонда да қайтпай жеп жатырмын ғой мороженойды. Інім келді бізді алып кетуге, сөйтіп сестренкам үйіне қонуға келдім. Бүгін қоныш деген, ол да осында пицца, чикен заказ беріп қойған ғой. Сөйтіп оны да ұрып жеп алып өліп ауырдым, ол құсып асқазанымды.